Сәлем баршаға! Эфирде кино бар сериал шолу каналымызға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бүгін сіздерге «Құрсаудағы қыз» атты түрік сериалы туралы айтып беретін боламын. Өмірде орын алған оқиғалар желісімен түсірілген бұл сериалда Фарида атты шизофрения ауруымен ауыратын әйелдің және оның қызы Наланның өмірі туралы болады. Киноның басында Фариданың бір қораптың ішіне бір қызға тиесілі жеке заттарды салып, оны жерге көміп, ол жерге талдың еккенін көрсетеді және бірнеше жылдардан кейін ол тал үлкен ағаш болып өскенін көрсетеді. Фарида өзінің қызына өте қаталдық танытып өсіреді. Ол күніге өзінің қызын ыстық душқа түсіріп, киімдерін ыстық қайнаған сумен жуып, күніге таңертең қызының салмағын өлшеп, 53 килограммнан асып кетсе, одан не жедің, не іштің деп, ішкен жегеніне дейін қадағалап отырады. Күніге таңертең қызына тар корсет кигізіп, оны тартып байлап тастайтын болады. Фарида қызы Налянға корсетті мектеп кезінен бастап кигізе бастаған. Ар-намысыңды қорғайды, өзіңе ешкімді жолатпа, әсіресе ер балаларды дейді. Күйеуге шыққанша осылай болады, үйге келіп кешке ғана корсетті шешуіңе рұқсат етемін дейді. Егер бұны біреуге айтатын болсаң, не әкеңе айтатын болсаң, бұл өмірді саған жаһаннам етемін деп қызын әбден қорқытып қойған еді. Корсет өте тар және ыңғайсыз болса да, Налан оны киіп жүруге мәжбүр еді. Өйткені ол мектеп кезінде дене шынықтыру сабағына қатысу үшін құрбысына көмек сұрап, корсетті шешіп, дене шынықтыру сабағына қатысып жүрген кезін анасы сырттан бақылап қойып, оның корсетті шешкенін біліп, оны ұрып-соғып, ешкімнің тоқта дегеніне қарамастан көлігіне әкеліп, Налан есіне танғанша ұрып-соққан болатын. Фарида бұл халге өздерінің жас кезінде қыздарынан айырылып қалған уақыттан бері осылай қатал және шизофрения ауруына ұшыраған еді. Қыздары ауырып келіп, операция кезінде қайтыс болып кетеді де, одан қалған қызды 15 күн өткенде келіп асырап алады. Оның атын Налан қояды, яғни жылаушы деген. Сол күннен бастап Фарида өзгеріп, Наланға өте қатал тәрбие берген еді. Сіздерге «Құрсаудағы қыз» атты сериал ұнап жатыр ма? Ұнаса, комментарийға жаза кетіңіздер.